Buradan тек ауданның әкімдері кінәлі емес қой. Жұмысты ұйымдастырып жатыр, қолдан келген көмекті жасап жатыр сіздерге. Шырылдатып осыларды тұрғызып қоямыз, қай жерде болса да. Олай болмайды. Екі жақты жауапкершілік болу керек. Артылып жатса, мініңіздер, көлік аласың ба, үй саласың ба, ешкімнің қарсылығы жоқ. Бірақ бірінші елдің жағдайын жасап, шаруашылықтың жаңа мекемелердің алдында қарыздарын төлеңіздер. Жалағашта қанша шаруашылық бар? 196. Жаңа қанша миллионнан келеді? 66 миллион теңге қарыз әрқайсысына. Бәрі емес шығар қарыз енді. 15 шаруашылық. Қазір график бар, біз төлеп жатырмыз, тұтылады. 15 шаруашылық болса 66 миллион теңге, 4 миллион теңгеден. Айтайын да, 4 миллион теңгеден. Осы шаруашылықтың 70%-ында жаңа мен айтқандай джип әрқайсысында. 100 мың доллар. Сатып төлесін соны. Пока жүрсін Ивамен. Ақшасын төлеп құтылғанша. Төлеп бір аптада құтылады. Вот төлетіңіздер. Шаруашылықтың басшылары жауапкершілікті сезініп жұмыс жасаңыздар. Шын аудан әкімі тұрғы, біз бұларға қазір өте ерекше талап қойып жатыр. Уже тастап қашқысы келеді жұмыс шынын айтқанда. Осының жартысы қазір басқарманың басшысынан сұранып жүр. Бұрын ағаларымыз отыр ғой жерде. Ауданның әкіміне басқармаға бар десең, еңіреп жылайтын еді, бұрын шынын айту керек. Біледі ғой. Өйткені барғысы келмейді ол төмен. Қазір өздері сұранып жүр. Өйткені жауапкершіліктің бәрі осы кісілерде. Біз сұраймыз, қолдарында түк жоқ. Шаруашылыққа да жауап береді. Көшеге шығып жатса да адамдар жауап береді. Енді бұлар да еттен сүйектен жаралған адамдар ғой, былай айтқанда да. Сол себептен шаруашылықтың басшылары өздеріңіз сезініп жауапкершілікті төлеңіздер мына қарыздарды. Ертең бізге ренжімеңіздер, тоқтатамыз ондай болатын болса. Шынын айту керек. Енді төлеп отқан азаматтарға рахмет, уақытылы жауапкершілікті сезініп, жағдай жасап, жаңа мына таңды көріп жатырмыз кіргенде. Иманзада ағамызға рахмет. Керемет ұстап отыр ауылды. Тап-таза кірген кезде. Барлық жағдай жасап отыр. Жұмыс беріп жатыр. Мына келген жолға дейін тас төсеп жатыр, көріп отырсыздар жаңа.